Сәлеметсіздер ме? Әңгіме бағы арнасының тыңдармандары. Каналыма хош келдіңіздер. Мұңымды жазсам, иығымнан ауыр жүк түскендей болатын шығар. Түсінікті болу үшін басынан бастайын. Әке-шешемнің қалауымен орыс мектебін бітіргенмін. Қазір студентпін, үйдің үлкенімін. Менен кейін бір інім мен 2 сіңілім бар. Осыдан 1 жыл бұрын сұңғақ бойлы, сымбатты жігітпен таныстығым басталған еді. Ұнатып тұрсам да қою қара қастарының арасынан жалт етіп қараған жанарлардан қысылып, төмен қарай бергенмін. Кездейсоқ көшеде ұшырасқан бейтаныс жігіттің алдында соншама неге қысылғанымды білмеймін. Онымен бағдаршамның жасыл көзі жанғанын күтіп тұрып, жол қиылысында танысқан едім. Ерман мен оқитын университетті бітірген екен. Жұмысқа орналасқанына 1-7 болыпты. Ол менімен біздің үйдің тұсына дейін келді. Қоштасарда, ертең кешке келсем шығасың ба деді. Алғаш рет жігіттен мұндай сөзді естігенмен сасқалақтап қалдым. Жауабымды күтпей-ақ ол менің телефон нөмірімді жазып алды. Ертеңіне кешке қарай телефон соғып, саябаққа шақырды. Кешелі бері ойымнан кетпей қойған жігітті көруге асығып отырған мен кездесуге шықтым. Сол күннен бастап Ерман екеуміздің кездесуіміз жиілей түсті. Бірде анам жұмысынан ауырып келді де басын ұстап төсекке жатып қалды. Анама ыстық шай қойып берейін деп ас үйге кіре бергенімде Ерман телефон шалып, мені көшеде күтіп тұрғанын айтты. Анамның ауырып жатқанын, бүгін шыға алмайтынымды айтып, түсіндіріп жатқанымда ол телефон сөндіріп қойды. Ренжітіп алдым деп ойладым. Кенет есік қағылды. Кіші сіңіліме, көрші кім келді екен дедім. Жүгіріп кеткен сіңілім тез оралды. Кім екен деп артыма бұрылып қарасам, ыржиып күліп Ерман тұр. Ерман, неге келдің деппін сасқанымнан. Анам да жастықтан басын көтеріп қарады. Ерман ыңғайсызданып, кешіріңіз, сізді ауырып жатыр деген соң халіңізді біле кетейін деп келген едім, деп қиылды. Анам маған жүзін бұрып, мына жігітті танымадым деді. Досым ғой мама, Ерман деген жігіт, деп таныстырдым. Ерман көп кідірмеді. Анамның денсаулығын сұрап білген соң кетіп қалды. Жап жақсы жігіт екен, деді анам. Сүйген жігітімнің анама ұнағанына қуандым. Болашақ күйеу балаңыз ғой, дегім келіп тұрып тілімді тістеп қалдым. Анам да қазбалап сұрай қоймады. Сол кезде анам мені тергей түскенде ғой, бәлкім бәрі басқаша болар ма еді, кім білсін. 1-ші курсты бітіріп жазғы демалысқа шықтым. Сол күні Ерман маған, Диана, екеуміз аз уақыт жүрген жоқпыз, бір-бірімізді сынап болдық қой, бұдан әріге созуға болмас, сені басқа біреу алып қашып кетеме деп қорқамын, деді. Өзім де сүйген жігітімді өзге қыздардан қызғанып жүргенмін. Келісімімді бердім. Арада 2 күн өткенде Ерман келіп, әкесінің Астанаға тығыз шаруалармен кеткенін, аптаның соңына қарай келіп құда түсетінін айтты. Уақыттың созыла түскеніне қуандым. Өйткені өзге үйге қалай үйренеді екенмін деп қорқақтап жүргенмін. Ертеңіне Ерман тағы келді. Қобалжулы, не болғанын сұраған едім, айтпады. Екеуміз кафеге бардық, бірақ бұрынғыдай көп отырмадық. Ерман біреуді күткендей болып есікке алаңдаумен болды. Кафеден шыққан соң Ерман қипақтап тұрып, Диана, әке-шешем үйленуімізді кейінге қалдырмақшы, бірақ мен күте алмаймын. Бүгін сені алып кетемін, деді. Не дерімді білмедім. Аузыма сөз түспей қиналып тұрғанында қайдан тап бола қалғандарын Ерманның 2 жолдасы келе қалды. Астарында көлік, өздері қызулау екен. Не керек, сол күні Ерманның үйіне келін боп түстім. Абыр-сабыр басталып, әйелдер ертеңгі беташарға дайындалып жатты. Біздің үйге хабаршы барғанымен, сол күні әке-шешем көрші облыстағы ағайынымыздың ұлының тойына кеткен болатын. Содан хабаршылар қайтып келді.
Сол түні Ерман Беташардың өткенін, қуғыншылардың келгенін күтейік деген қарсылығыма қарамай неке төсегіне жатып қойдық. Жетуі мен келуі бар жолға 2 күндей уақыттарын жұмсап, ата-анам тойдан келген соң хабаршылар барады. Екі жақ ру сұрасқанда Ерман екеуміз бір рудан болып шығамыз ғой. Содан біздің қателігімізден құдалар арасында дау болады. Соңында ешкім білмей-ақ қойсын деп, балалардың балалығы деп мені қайтадан үйге апарып тастауға келіседі. Бірақ Ерманның кәрі әжесі, жеті атасын білмеген жетесіз, 1 жыл бойы ру сұраспағанда не бітірдіңдер? Әлде қазіргі заманның қазағы руға бөлінбейді деп ойладыңдар ма? Деп қатты сөздер айтып шығарып салды. Әкесі де ру сұрасуды әкең үйретпеді ме? Апарып тастаңдар деп ашуланды. Ағайын көрші әйелдер де беттерін басып бірдеңелерді айтып жатты. Ал Ерман, жеті атамды үйретпеген өздерің кінәлісіңдер, Дианадан ажырата алмайсыңдар деп мені есіктен шығармай босағада тұрып алды. Осы кезде үйде отыра беруге шыдай алмай әке-шешем де келіп қалды. Мені тастап кетуін сұрап жылап жалынған Ерманға ата-бабамыздың әдет-ғұрпында жоқ нәрсені істемейік. Бұл қателігіміз үшін жеті атамыздың алдында жауап бере алмаспыз деп алып кетті. Жол бойы үнсіз келген әкем үйге кірген соң, тағы да сол жігітпен бірге көрсем, тас борап өлтіреміз деді. Ал аурушаң анам басын ұстап жатып қалды. Қазір университеттегі сабағыма да бармай, үйден шықпай отырғаныма 2 аптадай болды. Еш нәрсеге зауқым жоқ. Ерман күнде үйге кешірім сұрап телефон соғады. Сөйлескім келмейді. Анама Ерман екеуміздің неке түнін өткізіп қойғанымызды айтқан жоқпын. Бәрібір Ерманмен қайтып қосылмайтынымды білемін. Өзімді ашылмай жатып солған гүлге теңеп, түнімен жылап шығамын. Ертеңгі күні аттаған босағам өткенімді бетіме басса ше, бәріне әке-шешемді кінәлаймын. Егер мені қазақ мектебінде оқытқанда руымды біліп өскен болар едім, сол күніді есіме алмайыншы десем де, Ерманның әжесінің жеті атасын білмеген жетесіз деген сөзі құлағымнан кетпейді. Үлкендерге айтарым, ол қыздарыңызды жетесіз атандырмаңыздаршы, руластардың үйленуге болмайтындығын кішкентайынан құлақтарына құйып отырсаңыздар екен. Құрметті тыңдармандар, әңгіме ұнаса арнама тіркеліп лайк басыңыздар.